иондық, ковалентті, металлдық және сутектік деп бөлінеді. Бұл жерде иондық байланыс дегеніміз не? Иондық байланыс дегеніміз ион ол оң зарядты катионнан және теріс зарядты анионнан тұратын металл мен бейметалдың арасындағы байланысты айтамыз. Бұл жерде мысалы келтіретін болсақ, натрий хлор. Натрий металл, хлор бейметалл. Натрийдің мысалы натрийдің оң зарядты катионына және де хлордың теріс зарядты анионына ыдырайды. Келесі ковалентті байланыс дегеніміз олар ортақ электрон жүгімен байланысқан байланысты айтамыз. Олар екіге бөлінеді, ковалентті полюсті және полюссіз. Бұл жердегі полюсті байланыс дегеніміз электр терістілігі шамалас бейметалл мен бейметалдың арасында жүретін байланыс. Бұл жерде мысалы CO2 екі түрлі бейметалл, PH3, P2O5 тағы басқа мысал келтіруге болады. Келесі ковалентті полюссіз байланыс ол электр терістілігі бірдей бейметалдың арасында жүретін байланыс айтамыз. Оларға хлор 2, бром 2 екі атом болып жазылатын элементтерді де жатқызуға болады. Келесі металдық байланыс дегеніміз металл атомы мен бос электрондардың арасында жүретін байланыс. Оларға кәдімгі металдарды жатқызуға болады, натрий, калий, магний деген сияқты тағы басқа қоспаларды жатқызуға болады. Мысалы топыр мен мырыштың қоспасы жез деген сияқты. Келесі сутектік байланыс дегеніміз олар мысалы су, H2O, H2, NH3 және де органикалық құрамындағы спирттер және альдегидтер бар қосылыстары, соның ішіндегі спирттер CH5OH деген қосылыстар жатады. Кристалдық торлар. Кристалдық торлар дегеніміз кристалл заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы. Кристалдық торлар төртке бөлінеді: иондық, молекулалық, атомдық және металдық тек. Бұл жердегі иондық кристалдық тор олар иондық байланысқан заттардың арасындағы байланысты айтамыз. Мысалы, натрий хлор, калий иод. Келесі молекулалық кристалдық тор оларға ковалентті полюсті, полюссіз және сутектік байланысқан заттар жатады. Олардың кристалдық торы дәл осындай пішінде болады және де оларға мысалы H2O, CO2, P2O5, хлор 2, бром 2 деген сияқты қосылыстар жатады екен. Келесі атомдық кристалдық тор. Атомдық кристалдық торларға жалғыз жазылатын бейметалдар жатады. Оларға бор, көміртек, мышьяк, телур, висмут, полоний, графит және де алмаз жатады. Және дегі құм, силициум 2 жатады екен. Келесі металдық кристалдық торлар. Металдық кристалдық торлар гексагональды және кубтық деп екіге бөлінеді. Кубтықтың өзі екіге бөлінеді, көлемді ортақтандырылған және де бүйірлі ортақтандырылған деп екіге бөлінеді. Оларға кәдімгі металдар жатады.